Сәлем достар, сіздермен әлем ғажайып турнасы. Бүгінгі видеода мен атақты бокс қолғап шебері Флойд Мейвезер жайлы айтатын боламын. Кіші Флойд Мейвезер 24 ақпанда 1976 жылы дүниеге келген. Америка құрама штаттарында дүниеге келген. Ринг журналының тұжырымы бойынша 2005, 2006, 2007, 2012, 2013 және 2014 жылдардағы салмақ дәрежесіне қарамастан үздік боксшы бапкері Роджер Мейвезер. Қазіргі уақыттағы салмақ дәрежесіне қарамастан ең үздік боксшы. 2015 жылы Мейвезер Spike теледидар 5 версияларымен марапатталады. Мейвезер BBC, WBA және Ринг журналының тұжырымы бойынша жартылай орта салмағындағы чемпионы және BBC Super, WWE және Ринг журналының тұжырымы бойынша кіші топтағы орта салмағындағы чемпионы болып табылады. Ол сондай-ақ Pound for Pound, Sports Illustrated, ESPN, Rockford, Sport және WH Sport, сонымен қатар көптеген спорттық баспалар мен бокс сайттарының әлемдегі ең үздік фунт үшін боксшы ретінде бағаланады. Мейвезер әлемдегі ең жоғары бағаланатын спортшы ретінде 2014 жылы, сонымен қатар 2012 және 2013 жылдың 50 ең жоғары төленетін спортшылар және Forbes тізімін және Sports Illustrated тізімдерін басқарады. Флойд Мейвезердің шын аты кіші Флойд Джой Мейвезер. Лақап аты әдемі жігіт, Брэдбой. Азаматтығы Америка құрама штаттары. Туған күні 1977 жылы 24 ақпанда дүниеге келген. ақш-дағы Лас-Вегасда тұрады қазір. Жартылай орта салмағы 66 кг. Тұрысы оңай. Видеоны лайк басыңыз және нақышылсыз қоңырау шалыңыз.